Баршаңызға сәлем. Пицца қамырының жұмсақ етуді үй жағдайында жасап үйренеміз. Алдымен 1 стакан жылы суға 1 қасық, яғни 1 шай қасық дрожж саламыз. 1 стакан жылы суда дрожжды араластырамыз. Араластырып, еріп жатқан жерінде үстіне 1 ас қасық қант қосамыз. 1 шай қасық қант қосамыз. Содан соң стаканның бетін крышкамен жауып қоямыз. 15 минутке қалдырамыз. Оған дейін тестамызды дайындап аламыз. Қамырымызға 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель қосамыз. 1 ас қасық сумай, яғни подсолнечное масло қосамыз. Және дайындалып 15 минут тұрған жылы суымыз, дрожжбен езілген, сол суды қосамыз қамырға. Және қамырға 1 кішкене қасық тұз қосуды ұмытпаймыз. Барлығын араластырып, илей бастаймыз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолмен илейміз. Біздің қамырымыз қолымызға жабыспау қажет. Содан соң қамырымызды 5 немесе 10 минутқа алып қоямыз. 1 кесеге бөлек ұн салып аламыз. Сол арқылы жаңағы қойып қойған қамырымызды жайып шығамыз. Алдымен ұнға аунатып, дайын болған қамырды қолмен соза бастаймыз. Бір келкетіп, домалақ пішінге келтіреміз. Қамырымызды ұнмен айналдырып, оң жағымен, сол жағымен айналдырып, қолмен бір келкетіп жайған соң, оқтауды алып, оқтаумен тағы 1 мәрте үстен созып шығамыз. Бізге біздің қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметр болу қажет. Одан кейін табаға салып, жан-жағын кішкене көтеріп, тестаны ортасына кетчуп жағып бастаймыз. Кетчуп бізде шашлычный, соны қасықпен жағып шығамыз. Примерно 4 ас қасықтай салып шығамыз. Бір келкетіп кетчупты жаққаннан кейін духовкаға арналған табаның ішінде тестаның ішін толтыра бастаймыз. Оның ішіне салынатыны кетчуптан кейінгісі сыр. Сырды теркіден өткіземіз. Одан кейін помидорымызды жұқалап, турап, домалақтап саламыз. Одан кейін араластырып колбаса салып шығамыз. Табада дайын болған пиццамызды духовкаға саламыз. Духовкамызда 180 градуста 10 минутте пісіп шығады. Пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.